Assalamualaikum dostlar, bizler Ankara qalasına geldik. Ankara aeroportuna düştük. Xudoy qalasa. Hava rayı öte salqın. Qalaga baramiz, qalaga barib жақсы жайда кемшіліктерін түсіріп отырамыз. Ankara, Türkiye Respublikasының елордасы. Барлық жағынан есептегенде екінші орында тұрады. Ankara қаласы халық сағынан да Стамбул қаласынан кейінгі екінші орында тұрады. Жер көлемі жағынан да Konya қаласынан кейінгі екінші орында тұратын өте әдемі қалаларының бірі болып есептелінеді. Ендеше Ankara қаласын тамашалаңыздар. Бір сөзбен айтқанда, Ankara осындай сұлулыққа ие. Ankara қаласына тарихына тоқталатын болсақ, Ankara қаласы Angor деген атаумен белгілі болған. Орта Азия және де Азия мемлекеттері Еуропамен байланыстыратын ұшаң теңіз үлкен сауда орталығының бірі болған. Сонымен қатар Анкарада Византиядағы адамдар жасап өткен. Сонымен қатар тарихта белгілі Әмір Темір менен Сұлтан Баязиттің екеуінің соғысы да осы Анкарада болған. Ангора шайқасы деп те тарихта аталған. Сол Ankara қаласының жанында орналасқан кішігірім жердің атауының негізінде қазіргі таңда Ангора деп тарихтан осындай диалектикалық сөзбен байланыстыра отырып Ankara қаласына айланды. Ол азаттық қозғалыс кезінде 1920 жылы Ататүріктің негізінде ол бастапқы қалаларының бірі болып есептелінген. Сонымен қатар 1923 жылы Түркия Республикасының астанасы болып Ankara қаласы болып есептелінді. Ankara қаласының мэрі Мансур Яваш соңғы кезде басқа қалалармен салыстырмалы түрде оның басқаруындағы ерекшеліктер байқалады. Түркияның астанасы Ankara қаласындағы өте әдемі метросының іші. Жүретін жолақтардың өзі қандай керемет. Анкарадағы метроға отырдық. Метроның ішінде қаланы айланып, қаланың орталығына бара жатырмыз. Құдай қаласа, автобустарына, троллейбустарына, сонымен қатар метросына көріп жатырмыз, салыстырып көріп жатырмыз. Метро 17 TL лира екен, автобустары аэропорттан қалаға дейін 25 TL. Басқалары арзандау шығар. Метромен жүріп қаланы саяхаттау қызық емес екен. Сыртқа шығып, таксиге отырып, қаланың әдемі жерлерін саяхаттауға ат салыстық. Сонымен бірге сіздерде қаланың әдемі жерін саяхаттап, бізбен бірге тамашаласаңыздар болады. Арасында löpіл басып қойыңыздар. Анкарада айырмашылық басқа қалаларға қарағанда туристерге, яғни түріктерде ябанжы инсанлар дейді, шетел азаматтарына өте жақсы қарым-қатынаста жақсы күтіп алады деген, жақсы сөйлеп сыйлайды деген. Мысалы Стамбулда барсаңыз, шетел азаматтардан қойып кеткен бір нәрсе сұрасаңыз айтпайды өзі. Ол ақиқат, енді 100% деп айтпаймыз, арасында сондайлардан кездеседі. Мына жақта не нәрсе сұрасақ та барлығын шын жүрекпен жауап беріп біздерге қызмет көрсетуде. Құрметті көрермендер, сонымен қатар сіздерге ескертетін жайт. Анкараға баратын болсаңыз, оқуға тапсыруға мүмкіндіктеріңіз көп. Гази Анкара университеттері әлемге танымал университеттердің бірі. Өркениеті дамыған білім ордасы. Анкараға оқуға түскілеріңіз келсе, Ankara-Students.com парақшасы немесе түрк бұрышлары сайты арқылы барлық мәліметтерді оқып алып оқуға тапсырсаңыздар болады. Анкараға келіңіздер, оқыңыздар. Бір айтатын дүние, Қадыр Мырзалының сөзі бар ғой, өзге елдердің бәрін біл, өз тіліңді құрметте демекші. Қанша дамыған мемлекеттерде жүрсең де, қанша мықты елде жүрсең де, өзіңнің қазақ тіліңді, өзіңнің Қазақстаныңды, еліңді сағынасың, туған жерің сағынасың. Құрметті достар, Анкараға келетін болсаңыз, міндетті түрде тарихи мұражайларға барсаңыз болады. Көне Рим империясынан қалған тарихи ескерткіштер де бар. Мына көріністегі ғимарат Анкараның символы. Анкарада футболында Түркия ұрған жайы символайды жатыр. Teşekkür ederim. Yoldan mı geldiniz? Bayağı gitmiş. Nereden geldiniz? Dubai. Dubai. Erdoğan'ın өзі звондап, судьядан кешірім сұрап жатыр мына жерде.
Кызылай деген орталық Анкара қаласының. Стамбул басқа қалалармен салыстырғанда арзан деген еді. Алайда біраз дүниелер сұрасақ, айырмашылық жоқ сияқты. Дегенмен де Анкараға бір келіп кететін жер екен. Костюм шалбарларға кіріп көрейік, бағаларын Анкараның салыстырып көрейік. Қараңыздар, турецкий костюм шалбарлардың бағалары 4200, 3900, 4450 дегендей. Кемпірлердің үстіне киетін әр түрлі бағада, өзіңіз ұнатқан бағада көрулеріңізге болады. Анкарада, Стамбулда салыстырып көріңіз бағаларын. 160 шалбарлар женский бәрі. Түрктердің ұлттық нан тамақтары. Анардың отаны ол жүрді, анар деген өте көп. Сарысын іштік 25 лира, наусын іштік, анардың соғы кәрімде. Бәке ал өзің бісміллә деп мощный екен Түркияда. Анар, осындай нәрселері керемет, табиғи, көз алдында ішіп алып 40 лираға. Көбісі Түркияға келгенде түрк алтындарын сұрайды. Алтындары қанша екен, бағалары дегенде бізден сәл-ақ арзан турецкий. Біздер түк көрмегендей үлкен баклажкаға жасатып жатырмыз. Үлкен баклажкаға былай толдырып әдемі. Машалла. Мынау түріктердің ағашты өсетін кестане деп айтады, кестане. Анаусы пісірілгені, но пісірілмеген. Но пісірілгені кестана кебаб. Ол кестане. Ағашты өсетін. Үйсін жейтін тамақтары. Әдеміген жеп көрдік. Анкарадағы адамдар адамды таңғалдырады. Құмырсқа сияқты адамдар өте көп. Бір таңғаларлық жағдай кемшілігі жастардың өзі көптеген шылым темекі шегетінін байқауға болады. Сіздерге ұсыныс ретінде Анкараның Ататүрк мавзолейіне барып көріп тамашаласаңыздар болады. Сонымен бірге Анкара қаласын әуенмен тамашалаңыздар.